Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ет қосылмайтын гречка мен картоптан жасалатын котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойдым, ұмытпаңыз. Достар, ингредиент мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен гречкамызды 3-4 мәрте жақсылап қолымызбен мыжып тұрып жуып аламыз. Гречканың барынша кірі кетуі қажет. Гречканы жақсылап жуып болғаннан кейін сүзгіден сүзіп аламыз. Жуылған гречканың үстіне суды көп мөлшерде құямыз. Гречка пісуі үшін су көп мөлшерде керек. Одан кейін үстіне біраз қасық тұзымызды қосып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Жаңағы гречкамызды оттыққа қойып, 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Келесі кезекте картоптарымыздың сыртын ашып, жуып, барлығын домалақ көлемінде турап аламыз. Картоптарымызды бірнеше мәрте таза су болғанша жақсылап жуып алатын боламыз. Жуылған картоптардың үстіне суымызды құйып, жарты ас қасық тұз салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте картопымызды оттыққа қоямыз. Гречкамыз қайнау барысында бетінде осындай көбіктер шығады. Бұл көбікті міндетті түрде барлығын алып тастаймыз. Болғаннан соң ожауымызбен араластырамыз. Гречка мен картоп пісем дегенше жуа, яғни пиязымызды өте жұқа, майда кубиктап турайтын боламыз. Себебі котлетіміз тез піскендіктен пияздар ішінде піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да барынша майдалап тураған жөн. Туралған пияздың барлығын ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте чесноктарымызды осындай арнайы чеснок өткізгіштен өткіземіз. Егер де сіздерде чеснок өткізгіш болмаса, пышақтың көмегімен майдалап, 4 бұрыш формада кубиктап турасаңыздар болады. Біздің гречкаларымыз жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Егер де сіздерде су көп құйылған болса, гречкаларыңыз уақытынан бұрын пісіп қалса, түбіндегі суды сүзгімен сүзіп алсаңыздар болады. Картоптың пісіп-піспегендігін пышақпен көреміз. Піскеннен кейін осындай артық суларды сүзгімен сүзіп аламыз. Ендігі кезекте пюре жасайтын, езетін осындай шанышқының көмегімен картоптарымыздың барлығын езіп алатын боламыз. Картоптардың барлығын езіп болғаннан кейін гречканың үстіне жаңағы картоптарды саламыз. Оның үстіне жаңа туралған жуа мен чесноктарымызды салып, тағы да пюре қылатын шанышқының көмегімен еземіз. Біздің кішкентай ыдысымызға барлығы симағандықтан үлкендеу табаққа салып, барлығын пюре жасайтын шанышқының көмегімен 5-10-12 минут көлемінде араластырамыз. Достар, жаңа гречканы қайнау барысында біз суымызға, яғни гречканың суына тұз қосқанбыз, және де картоптың да суына тұз қосқан болатынбыз. Сондықтан да дәл осы жерде ас үй тұзын қоспай-ақ Қытай тұзынан және де черный, яғни қара бұрыштан қосасыздар. Одан кейін кішкене салқындатып, жаңағы қоспаларымызды үстіне жұмыртқа саласыздар. Егер де біздің массамыз ыстық болатын болса, жұмыртқаларымыз пісіп кетуі мүмкін. Болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сковородка, яғни табамызды оттыққа қойып қыздырып, үстіне сұйық майды құямыз. Сұйық май көп мөлшерде болмауы керек. Сұйық майымыз қызам дегенше котлеттерімізді жинайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Хрустящий болуы үшін, яғни котлеттің сырты осылай ұнға малып аламыз. Бұл котлеттің ең ыңғайлы жері. Котлет формасын жинау барысында, яғни домалақтау барысында қолға жабыспайды. Котлеттердің барлығын жинап болғаннан кейін жаңағы қыздырып жатқан майымызға кезекпен кезек ұнға малып тұрып салатын боламыз, яғни ұнға аунатып екі жағында аунатамыз. Достар, менің қазақ тілді каналымның дамуына барынша сіздерден қолдау күтемін.
YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Біздің котлеттеріміздің тек 2 беті ғана қызарса жеткілікті. Себебі біз жаңа гречка мен картопымыз піскен болатын. Мінекей, біздің әдемі әрі дәмді котлеттеріміз пісіп жатыр. Котлеттер піскеннен соң ыдысымызға пергамент немесе қағазды жайып, осылай котлеттерімізді орналастыратын боламыз. Сол кезде котлеттің артық майлары жаңағы қағазға немесе пергамент қағазына сіңеді. Достар, біз котлетті қуыру барысында өте аз мөлшерде май құюымыз қажет, себебі майды қайта-қайта ауыстырамыз. Мінекей, біздің күшті котлеттеріміз дайын болды. Видео ұнаса міндетті түрде өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецептпен бізге ас болсын. Достар, менің YouTube каналымда Pinduoduo курсының от едо сабақтары бар. Және де түрлі тәттілер мен тағамдардың да рецепттері бар.